Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Жаз мезгілі басталып, банка жабудың сезонында басталып кетті. Бүгін сіздерге сливадан варенье жасаудағы өз рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Және де видео қызық болса, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен сливалардың барлығына 3-4 реттен жақсылап тазартып жуып алатын боламыз. Сосын барлық сливалардың ішіндегі осындай сүйегінен ажыратып шығамыз. Міне сливалардың барлығын сүйектерінен ажыратып шықтым. Менде бұл жерде 3 кг 200 грамдай слива, оның үстіне 2 кг шекер қостым. Себебі менде слива тәттірек болғандықтан шекерді көбірек қоспадым. Егер қатты тәтті болған қаласаңыз, бірге бір қоссаңыз да болады. Осылай шекерді салып, кемі 8-10 сағатқа қалдырамыз, немесе бір түнге де осылай бетін жауып қалдырсаңыз болады. Сол кезде сливаның өзінің табиғи суы шығатын болады. Менде бұл жерде бір түн тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай сливаның өзінің суы шыққан. Бұл вареньеге су құюдың қажеті жоқ. Осылай су шыққаннан соң жақсылап араластырып жіберіп, газге қойып, жоғары отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Міне варенье де бір қайнап шықты. Бір қайнап шыққаннан соң астына жай отқа қойып, 15-20 минут қайнатсақ жеткілікті. 20 минут қайнатып астында өшіреміз. Сосын толық суығаннан соң екінші рет қайнататын боламыз. Варенье толық суыды. Міне екінші рет қайнатуға қойдым. Түсі де қып-қызыл әдемі болып шықты. Екінші ретте 15-20 минут жай отта қайнатсақ жеткілікті. 20 минут жай отта қайнатып, банкаларымызды дайындап жаба берсек те болады. Осы уақыт аралығында варенье қайнап тұрған уақытта банкалар мен крышкаларды дайындап аламыз. Мен мантоваркаға су құйып, қайнатып, үстіне осылай банкаларды қойып, стерилдап алдым. Барлық банкаларды, сосын крышкаларды қайнаған суға 15-20 минутқа салып қойдым. Осылайша банкалар мен крышкаларды стерилдап алдым. Міне варенье қайнап дайын болды. Дайын болған вареньеді осылай 1-2 жақсылап араластырып жіберіп, стерилдап алған банкаларымызға ыстық күйе құйып жаба берсек те болады. Барлық банкаларға вареньеді құйып шықтым. Құйып болғаннан соң крышкаларына осындай закрывалкамен жауып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай 3 кг 200 грамм сливадан 3,5 литр варенье шықты. Түсі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Сіз де тура осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз және пікір қалдырыңыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде қалдырыңыз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Қош, сау болыңыздар.